Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен түрік пахлавасын дайындайтын боламыз. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін суымызға тұзымызды, лимон шырынын, сұйық майымызды салып, араластырып аламыз. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осы сұйық массамызды алдын ала електен өткізілген ұнымызға ортасын бірінші ашып алып құйып, қасықпен араластырып аламыз. Кейін суын сіңіріп алғаннан кейін барып, қолмен илейтін боламыз. Егер сізге видео ұнап, барлығы түсінікті болып жатқан болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізде қатылау қамыр шығу керек, оны иемі қанғанша жақсылап илейміз. Осылай созғылап илейтін боламыз 5 минуттай. Дайын болған қамырымызды салмамызды дайындап алғанша алып қоямыз. Салмасы үшін грек жаңғағын пайдаланамыз. Оны мен алдын ала ыстық суға салып және кептіріп алдым. Оны сіздер блендермен ұсақтасаңыздар да болады, немесе осылай оқтаумен де ұсақтап алуға болады. Қамырымызды жаюға ыңғайлы болуы үшін бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Әр қайсысын осылай дөңгелек етіп дайындап аламыз. Менің дөңгелектеп алған бір қамырымнан 2 пахлава шықты. Оны бірінші жұқалап жайып алдым. Кейін бір шетіне жаңғақты сеуіп, оны шетінен таяқшамен ораймыз. Енді қамырды ортасынан бөлеміз және ішіндегі таяғымыздың екі шетінен ұстап, ортаға қарай ысыратын боламыз. Сонда бізде әдемі пахлава шығады. Қалған қамырларымызды да дәл осылай істеп аламыз. Және противенге салған кезде бір-біріне жақын етіп қоюымыз керек. Барлығын дайындап болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 45 минуттай пісіретін боламыз. Пахлавамыз пісіп жатырған кезде сиропымызды дайындаймыз. Ол үшін суымыз бен қантымызды араластырып, қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін тағы да 5 минуттай жай отта ұстайтын боламыз. Пахлавамызды піскеннен кейін ыстық күйінде үстіне сиропымызды құйып жібереміз. Егер сіздің ыдысыңыз кішкентай болса, ол барлығы бір жерде тұрады, ал егер менікіне үлкен ыдысқа істеген болсаңыздар, онда қасықпен алып, пахлавалардың үстіне қайтадан құйып жіберсеңіздер болады. Мінекей біздің қытырлақ түрік пахлавамыз дайын болды. Рецепт ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз.